Су қай жерден алынады? Қарақалпақ су тәминаты акционерлік жәмиеті тарау қызметкерлері тарапынан міне осы атамада мектеп оқушылары қатынасуында экскурсия шөлкілместірілді. Қазір осы хақында. Нөкіс қаласы 54 салы Улма білім беру мектебінің оқушылары қатынасуында өткелген экскурсия давамында Қарақалпақ су тәминаты акционерлік жәмиетіне қарасылы Нөкіс су тазалау объектінде болып, бұл орында жаратылған шарайатлар, ішімлік суын тазалау процесі, технологиялық басқыштар һәм су тәминаты системасы хақында мәліметтер берілді. Бұнда оқушылар су деректері, фильтрлеу, дезинфекциялау, лабораториялық қадағалау сияқты процесслерде қатынасып, өздерінің қызықтырған сұрауларына жауаптар алды. Ішімлік суы үш басқышта тындыру, фильтрлеу һәм зиянсыздандыру басқыштарында тазалап халқымызға үздіксіз түрде жеткізіп беріледі. Оқушыларымызды осы үш басқышпенен бірме-бір таныстырып, ішімлік суының қандай машақатларменен жетіп баруы, қандай тазалануы, қандай жұмыстар әмелге асырылуы, һәм де құрметті президентіміздің ішімлік су тарауына қаратып атқан барлығын түсіндірдік. Соңғы уақытлары су ресурсларының кемейіп баруыменен халқымызға үгіт-насихат жұмыстарын әмелге асырып жатырмыз. Мектеп оқушыларын сондай құрылмаларға алып келіп, суды қандай дәрежеде тазаланып жатырғаны, қандай машақатпенен инсандардың үйіне жетіп барып жатқандарын өздерінің көзімен көрсе, суға болған ітібары сәл болса да өзгереді деп ойлаймын. Әлбетте, экскурсияға мектеп оқушыларын қамтып алудан тек арғамасы жастарды табиғи ресурсларға болған ітібарын арттыру, ішімлік суды тежеу һәм ондан ақылға ораз пайдалануға шақырудан ібарат.